Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге фигуралардың түр-түрін көрсететін болам. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайындар, бүгін бізде өтетін разворотный фигуры, бұрылу фигурасы болмаса трендтің ауысу фигурасы деп аталады. Осы фигураларды мен қазір жақсылап сіздерге көрсетіп үйрететін болам. Бұл фигуралар в основном жаңағы уровеньдердің бойында жақсы өз-өзін көрсетеді. Сол үшін осы фигураны жақсылап шынықтырамыз, қараймыз, үйренеміз ағайын. Ең бірінші двойная вершина деген фигура. Бұл жерде обязательно, мысалы долгосрочный тренд келе жатқан болса, обязательно бұл жерде бізде импульс болу керек, жоғары қарай. Импульс болғаннан кейін мына жерде уровень поддержки сопротивления болса, значит осы уровень сопротивлениеге келіп төмен кетуі керек. Төмен кеткен жағдайда бізде уже мойны пайда бола бастады. Міне уровень шея дейді, мойны пайда бола бастады. Осы мойыннан жоғары қарай кетіп, егерде осы сопротивлениеге келіп тоқтап төмен қарай кететін болса, значит бізде уже двойная вершина орындалды. Ал егер осы сопротивлениені бұзып кететін болса, значит бізде бұл фигура орындалмайды. Сосын ағайындар, әрқашанда мысалы бұл двойная вершинаны көрген кезде ең бірінші импульсті қараймыз. Импульсті қарағаннан кейін уровень шеи, міне мойын уровені обязательно мынаның бел ортасында болу керек. Осы импульспен, мысалы мына жасыл нелер тұрды, міне қазір жасыл міне паттерндар тұрды ғой. Осы жасыл паттерндардың бел ортасында болу керек біздегі мойын. Осы мойын бел ортасында болу керек. Бел ортасында болмай мына жерден бітетін болса, значит бізде бұл уже фигура орындалмаған, бұл уже ары қарай трендтің жалғасуы ма, сондай болып кетеді да. Сол үшін осы паттерндардың бел ортасына келу керек. Мынаны біз полный бір паттерн қылып елестетіп аламыз. Сосын ортасына келу керек. Осы бір паттернның ортасына келіп барып жоғары кетіп сопротивлениеге жеткен кезде паттерн молот болмаса өткен паттерндарда перевернутый молот или доджи или паттерн поглощения орындалу керек. Ол содан кейін барып біз осы ситуацияға кіре аламыз. Осы жоғарғы точкадан аламыз. Обязательно үстіндегі басына қараймыз, денесіне емес басына. Басы көлеңке қалдыратын болса, әжептәуір көлеңке қалдыратын болса, значит бұл біздің ситуация, осыған кіріп үлгереміз. Осы жерден бір алуға болады, және мына жерге келеді. Осы мойынның қатарына келіп, осы бізде локальный уровень болып есептелгеннен кейін осы жерді бұзып өтеді. Сол үшін осы жерден тағы да алып үлгереміз. Бұл фигура бізде трендтің ауысу фигурасы болып есептелінеді. Мына жерде де двойной дно қостаудың төңкерілген түрі тура двойная вершина сияқты, бірақ төмен қараған жағада. Мысалға міне бір паттерн, мынаның бәрін бір паттерн қылып аламыз. Осының бел ортасына мойны қай жерінен шығу керек, осы бір паттерн деп елестетіп алған кезде бел ортасынан шығу керек. Осы жерден бел ортасына жетпей мына жерден шығатын болса, значит бұл біздің ситуация емес, бұған кірмейміз ағайын. Тағы да қайталап айтайын. Мына жерде уровень поддержки бар, осы жерге келіп тақалып қайттан мойын құрағаннан кейін қайттан төмен түскен уровень поддержкаға, и потом одан кейін барып қайттан жоғары кеткен. Значит осы жерден алып үлгереміз, немесе локальный уровень, міне но бізде локальный уровень есептелінеді, осы жерден алып үлгереміз жоғары қарай. Бұл фигуралар бізде трендтің трендтің ауысу фигуралар деп аталады. Міне плечо, голова, плечо деген иық, бас, иық деп аталады. Бұларда негізі бұларда ең дұрысы қалай мен сіздерге айтайын қазір. Бұл жерде ең әдемі ситуация жаңағындай бір паттерн деп аламыз. Осы жерден қайтқан кезі міне мойны мына бір паттернның локальный уровеніне жету керек та. Осы локальный уровень әрқашанда бір паттернның ортасында болады. Локальный уровень деген сол ортасына жету керек. Ортасына жеткеннен кейін міне жоғары қарай ұмтылу керек. Мына жерде байқадыңыздар ма, кішкентай скопление бар. Осы скопление бізге уже
көп нәрсені айтып тұр. Мына жерде де екінші уровень бар, міне қараңыздар, көрдіңіздер ма? Міне осы скопление біраз нәрсені бізге айтып тұр. Сол үшін мойны басы пайда болады. Басы пайда болғаннан кейін мойнына қайттан келеді. Мойнына қайтып келгеннен кейін екінші иығын құрап жеткеннен кейін мына уровеньге, осы уровеньнен біз аламыз, төмен қарай кетеді деген ставкаңызды. Мына жаққа жеткеннен кейін, локальный уровеньге жеткеннен кейін осы жерден тағы да аламыз. То, что төмен қарай кетеді деп, локальный уровеньді бұзып шығады деген да. Бұл жерде ең артықшылығы, мысалға, мына екінші мойын ешқашанда мына жерден бітпеу керек, мына жерден бітіп былай құрамау керек. Сосын ең төменгі жағынан бастап құрап жоғары шықпау керек. Әрқашан осындай керемет фигураларды тауып аламыз. Әрқашанда ешқашан алданып қалмаймыз графикаға. Ағайын, практика өткізе берсеңіздер, сіздерге де оңай болады да бұл. Келесі на плечо, голова, плечо, обратная голова и плечи деп тұрады. Вот осы тур жаңағы мен айтып өткендейдің қарама қарсысы, керісіншесі да, тура сол. Бірақ разворотные фигуры деген, мына жерде растущий, клин растущий деген импульс болады. Импульс болғаннан кейін мына жерде кішігірім коридорчик болады. Мына жерде коридорчик болғаннан кейін осы жерден, бұл жерден емес, мына жерден алып үлгеруіміз керек. Осы жерден уровень сопротивлениесі шамалы под углом болады, шамалы жоғары қарай болады. Ал несі, поддержкасы шамалы неге қарай, сопротивлениеге қарай қысым қарайды да. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мына жерде не орындалған, паттерн поглощение орындалған. Осы паттерн поглощениеден кейін біз ары қарай төменге қарай ала береміз. Клин падающий деген тура сол сияқты. Мысалы төмен қарай келе жатқан тренд болса, жоғары қарай уже разворот тренді басталады деген сөздің бұл бізге сигналы. Осы сигналдарды ағайын жақсылап көріп алу керек, практика жүзінде жүргізу керек ағайын. Бәрі-бірден бола бермейді. Әрқашанда жаңағыдай практика жүзінде жүргізе беріңіздер. Өздеріңіз уже бір көп торговля жасағаннан кейін уже өздеріңіз нені, графиканы сезіне бастайсыздар да. Уже біліп жатасыздар да, уже графика қайда баратынын, мына жерде алу керек па, мына жерде алмау керек па. Сол үшін ағайын практика жүргіземіз. Ал ағайын каналға тіркеліп, колокольчикті басып, маған поддержка береміз кішкене ағайын. Мен сіздерді әлі біраз нәрсені үйретемін. Келесі сабақта уже разворотный фигураның екі түрі қалды. Сол екі түрінің бір түрін үйрететін болам. Сол үшін келесі сабаққа дейін көріскенше.